Қазақтың ұлы құл, қызы күң болмасын деп, елімізге жаттың тізесі батпасын деп, қазақ деген дара халық болсын, ешкімнің әмірі жүрмейтін егемен ел болсын деп, басымызды бәйгеге тігіп, сапқа тұрдық дейді. Ағайын, бұл бұрынғының ұраны, бұл бұрынғы ата-бабамыздың сол кездегі ұстанған позициясы. Жалпы былай айтқанда біздің ата-бабамыз әрқашанда өзінің мықты әскерімен көзге түсе білген және халқымыздың жадында қала білген да. Ал қазір кейбір жастар әскерден қашады. Бір жыл деген уақыт жоғалту ғой дейді. Жаңағыдай ең болмаса әскерге бармаса да анау жоғарғы оқу орнындағы әскери кафедранда оқымайды. Одан қалса 40 күндік ең болмаса ВТШ-ға да барып келмейді. Ағайын, ал әлемде болып жатқан жағдай мынау. Иран мен Израиль қырылып жатыр, одан қалса мынау баяғыдан келе жатқан Ресей, Украинаң бар. Жау жоқ деме, жау жар астында деген атам қазақ. Бір Алла білет, Құдай бетін аулақ қылсын әрине. Бірақ, елімізге жау келе қалса, сол әскерден қашып жүрген жастарымыз өзінің қатын бала шағасын саудаға салып елден де қашама? Құрметті қазақ елінің жігіттері, мына ел, мына жер ата-бабадан қалған аманат. Осы елді қорғау үшін ең болмаса мылтық ұстауды үйреніңдер, сол үшін әскерге барыңдар. Аман болайық.